Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазан ошақта бас сира қосып, ішек қарын қосып, сірне жасайтын боламыз. Ең алдымен қазанның түбіне майлы етімізді саламыз, не болмаса үш майдан, құйрық майдан бір кесіп салатын боламыз. Оның үстіне қойдың бас сирағын саламыз. Оның үстінен ішек қарындарымызды саламыз, және де еттерімізді, сүйектерімізді салып, үстінен су құйып, жақсылап қайнататын боламыз. Суымызды еттеріміз сәл бататындай қылып құямыз, өйткені астындағы ішек қарын бас сирақ пісуі қажет. Қазанымыз қайнағаннан кейін бетіндегі көбікті тазалап алып тастаймыз. Дәл осылай тоқтатпай 1,5-2 сағат көлемінде қайнатамыз. Қазанымыз қайнағанша қамыр илейтін боламыз. Онымыздың үстінен тұзды суды құйып, аса қатты қылмай илейміз. Қамырымызды илеп 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін тағы да бір басып тындырып қоятын боламыз. Көкөністерімізді аршып қоямыз. Қазанымыз жақсылап қайнап жатыр. Мінекей, енді қамырымызды жұқалап жайып, бетінен сұйық майды жағамыз. Щетканың көмегімен жағып шығып, оның үстіне жүсәй сәбізімізді сақтап тұрап, сеуіп шығамыз. Қамырымыздың барлығын дәл видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Қазанымыздың қайнауына 1 сағат қалған уақытта сәбізімізді, пиязымызды салып қоямыз, өйткені сәбіз бізде кішкене ұзағырақ пісетін болғандықтан. Және ары қарай жалғастырып қайнатамыз. Осы жерде ескеріңіздер, түбіндегі суының тартылып қалмауын, тартылып қалса күйіп кететін болады. Енді пісуге жарты сағат уақыт қалғанда картошкамызды саламыз, оның үстіне сәл тұз себеміз, және де қамырымызды бетіне тізіп шығамыз. Менің тамаққа қолданған етім тұздалған болғандықтан мен етке тұз салмадым. Егер сіздерде тұздалған ет болса, тұздың қажеті жоқ, ал егер свежий ет болса, онда міндетті түрде тұз себіңіздер. Барлығын дәл осылай тізіп салып шығып, қазанның қақпағын жақсылап жауып, астындағы отты орташа жағамыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін картошкаларыңызды көріңіздер. Егер піскен болса, онда қамырларыңызда пісті деген сөз. Ал тамақтарыңыз аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.